Жалпы неге біздің өміріміз әлеуметтік желіде мошенниктерден қорғалмаған? Оны қорғайтын кім? Яғни ең бірінші жауапты өзіміз. Мысалы, кеше мен компьютерға WhatsApp-тан кірем деп шығуды ұмытып кеткем ғой. Соткамнан өйте деп шығып кету керекпін. Соны жасамаған. Соның кесірінен маған кеше қаншама адамдар звондады, қаншама адамдардан, қаншама банктен код сұрады. Және де қаншама таныстарымнан 25 мың теңге ақша сұраған екен. Сондықтан біз осылай жаңағындай менің бірінші айтқан сөзімдей үкіметті, елді кінәлай бермеу керек. Бірден өзімізден де кеткен минус бар. Соны қарастыру керек. Жалпы өмірде адам біреуге өкпелегіш, біреуді кінәлағыш болып тұрамыз ғой. Яғни жаңағындай телефонға кіріп кеткенде біздің данныйларымыз көрінген жерде шашылып жүр деген сияқты адамдар айтуы мүмкін. Біз ондай негатив айтпау керекпіз. Яғни бірден өзімізден қарау керекпіз. Егер мен телефонды жаңағындай неге қалдырмағанда, WhatsApp-ымда, онда менде кешегіндей жағдай болмас еді. Сондықтан достар, біреуді кінәламас бұрын, өзіңнің өміріңнің ауыр болса, қиын тұстарына, өзіңнің өміріңде болған оқиғаларға міндетті түрде біреуді кінәлаудың қажеті жоқ. Адам өз өміріне өзі жауапты. Жақсы өмір сүрем, маған жақсы нәрселер ғана керек десеңіз, онда жақсы болады сізде. Егер маған мен осындай болғаныма анау кінәлі болды, мынау кінәлі болды десеңіз, болды, онда сізде жақсы ештеңе болмайды. Сондықтан тек қана позитив, жақсы ойлаймыз, және өз өміріміз өз қолымызда. Өзіңізді өзіңіз сақтаңыз.